Сәлем достар. Бүгін біз өте ерекше белаш ширайын дейтін боламыз. Оған ең алдымен бізге 400 грамм ұн қажет, 20 грамм сұйық май, 30 грамм шекер, бір шай қасық разваритель, бір жұмыртқа, сосын 400 грамм айран керек болады. Ең алдымен осы жұмыртқамызды айранымыздың ішіне саламыз. Песогымызды саламыз. Бір чайная ложка тұз саламыз. Және сұйық майымызды құямыз. Осының барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің песогымыз, тұзымыз түбінде қатып қалмауы керек. Әмина, жүгірмей. Біздің песогымыз, тұзымыз түбінде тіріле қалып қоймас үшін осылай жақсылап араластыратын боламыз. Осылай араластырып болғаннан кейін ұнымыздың үстіне разгретілмес саламыз. Және айранымызды құямыз. Араластырамыз. Жұмсақ, жақсылап қамыр етеміз. Осылай қылып жақсылап илейміз және үстін пакетпен жауып қоямыз. Алып тураймыз. Осылай командалап турап аламыз. Toz bұрышын саламыз. Араластырамыз. Біздің картоп безбеміз дайын. Енді белашымызды жасап бастаймыз. Достар, ең алдымен біз осылай картопымызды дөңгелектеп аламыз.
Şimdi farşımızda en son alатын bolamыз. Енді farşımızды da dәл осылай дөңгелектеп жасап аламыз дайындап. Bumalarımız dahil osылay dayındап алдық. Енді пирожкимізді жасаймыз. Dostlar, біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны алып, осылай қамырымызды да бөліп, дөңгелектеп шығамыз. Dostlar, бұл жерде мен белашиіміздің салмасын картоптың үстіне, яғни фаршты қойдым. Осылай жазып, негізінде фаршымызды майға, табаға бір қуырып аламыз. Мен бұл жерде бастапқысын ұмытып кеткен екен, бір салып жібердім. Сосын тоқтатып жібердім да, басқасын қуырып алдым. Оны түсіруді ұмытып кетіппін, асығып жүріп. Сондықтан ең алдымен фаршымызды жақсылап қуырып алатын боламыз. Сосын дәл осылай қамырымызды жайып, үстіне картопымызды салып, одан картоптың үстіне фаршымызды саламыз. Біздің пирожкилеріміз дайын. Енді осыларды жақсылап майға қуырып аламыз.